Сәлеметсіздер, бүгін біз Қазақстан тарихынан 100 тестті талдайтын боламыз сұрақ жауабымен. Бірінші, Жамбыл облысындағы 5000-ға жуық тас құралдар табылған тұрақтар дейді. Бөрі қазған шабақты. Атиланың шамамен өмір сүрген жылдары 400-453 жылдар. Түрік қағанаты екіге бөлінеді. 7 ғасырдың басында, ерте орта ғасырларда Қазақстанның оңтүстігі мен жетісу өңірінде халықаралық сауданың дамуына ықпал етті. Ұлы жібек жолы. Түріктердің жазба әдебиеті дүниеге келген уақыт 7 ғасыр. 1368-1369 жылдар. Орысхан өз атынан теңге соқтырған қала, Сығанақ қаласы. Орталық, солтүстік, оңтүстік Қазақстан Қыпшақ тайпалар одағы мен оңтүстік шығыс Қазақстан үйсіндер одағының бірігу нәтижесінде құрылған халық, қазақ. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде залдың ортасында тұрған үлкен тайқазан жасалған жыл 1399 жыл. 15 ғасырдың 70 жылдарында қазақ хандарының басып алған жерлері Сырдария мен Қаратау өңірі. Орыс деректерінде Қасым ханның 1521 жылы қаза тапқаны туралы айтылған қала Сарайшық. Орбұлақ шайқасында басшылық жасаған қазақ батырлары Қарасай, Ағынтай, Абылай хан жоңғарлар тұтқынына түсті. 1741 жылы. 1870 жылы Маңғыстаудағы көтерілістің басшылары Тәжіұлы, Тіленбайұлы. Сібір қазақтарының жарғысы бойынша орта жүз аймақтарының әкімшілік бірлікке бөлінуі. Округ, ауыл, болыс. 1860 жылы Ресей үкіметі басып алған бекініс Пішпек. 1880-1900 Шымкент, Ташкент, Әулиеата уездерінде құрылған орыс қазақ қоныстарының саны 37. Суретші Хлудовтың шығармалары Көш, Малайдау. 1914 жылы Қазақстанға қоныстанған әр тілдес халықтар санының 1-ден 211 есеге артуының себебі Ресейдің қоныс аударған шаруалардың есебінен. КСРО өмір сүрген жылдар 1992-1991 жылдар. 1975 жылы Алматыда шыққан Азия кітабының авторы Олжас Сүлейменов. Қола дәуіріне тән емес ерекшелік еңбек бөлінісі пайда болды. Ерте темір дәуірінде мал басының көбеюіне байланысты қалыптасқан көшпелі мал шаруашылығы. Түркі этнонимі алғаш рет қай жылы кездесті? 542 жылы. 1971 жылы Ленинградтарға Ленинградтық өренім жырын арнаған қазақ ақыны Жамбыл Жабаев баласағын құдату білік кітабын аяқтаған қала Қашқар қаласы. Осымен біз 100 сұрақтың 25-ін талдадық. Енді қалған сұрақтарды келесі сабақтарда талдайтын боламыз. Сондықтан біздің YouTube арнаға жазылып қойыңыздар.